Тіс ауырса, кішкентай бала түгілі үлкен кісілер мазаланып есі кетеді. Тістің қақсағанына шыдамсыздық танытып, тыным таппай жатады. Бірі, көбі тіс дәрігерінен қорқып түрлі дәрі-дәрмектер ішіп, аурудың алдын алып жатса, бірі стоматологиялық ауруханаға жетуге асығады. Аяқ асты тісіңіз ауырған жағдайда қандай шара қолдану керектігі туралы білу үшін айтар кеңесіме зер салыңыз. Ол үшін видеоны толық көріп, каналыма тіркеліп қойыңыз. Әрине, лайк пен пікірде күтемін. Тістің аяқ асты ауруына бірнеше себеп бар. Бұл тіске кариестің түсіп, қажалуынан немесе эмальдің әлсіреуінен пайда болуы мүмкін. Мұның да пайда болуы бірнеше себептерге байланысты. Тәтті тағамдар мен газдалған сусындарды көп мөлшерде пайдалану, сағызды ұзақ шайнау, тіс күтіміне салғырт қарау, тіс ауруларын алдын алмау тағы сол сияқтылар. Тістің ауырғаны ең әуелі жүйке жүйесіне әсер береді. Ол суық, ыстық, тәтті, қышқыл тағамдарды жеген кезде ауа тигенде сезіледі. Содан кейін температура көтеріліп, ұйқы қашып, бас айналып, адамның бет-жүзі ісіп кетеді. Бұл кезде үйдегі дәрі-дәрмек қобдишасында жатқан баралген, кетанол, нурофен, аналген, аспирин сияқты дәрілерді қабылдауға болады. Қол астыңызда бұл дәрілер болмаған кезде халық емін пайдаланыңыз. Тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды ұсақтап, тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Мақта тығының самырсын майында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл иекке 10-15 минут басып, 1,5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Тіс ауруынан құтылуға бас бармақ пен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауыру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру керек. Ауруды жеңілдетуге белгілі бір нүктеге массаж жасау көмектеседі. Жоғарғы еріннің үстіндегі нүктені тауып, бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға болады. Ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектер бетіңізге басу көмектеседі. 5-6 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стақан суда ерітіп, ауру тісіңізді шайыңыз. Ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгін шөп тұнбасы мен камфор спирті. Осы тұнбалардың біріне шайылған мақтаны тісіңізге бассаңыз ауруды тежейді. Әрине тісіміздің саулығын күтіп, тіс дәрігерінің қабылдауында жиі болуымыз керек. Алайда ауру айтып келмейді ғой. Сондай кезде сіз не істеу керектігін білесіз. Достар, ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.